Шәуәлдің 6 күндік оразасын естігендеріңіз бар ма? Пайғамбарымыз сол ораза туралы айтады. Ораза айы Рамазан тәмам болған соң кімде-кім Шәуәл айынан 6 күн Алланың ризалығы деп ораза тұтса, 1 жыл бойы тоқтамай ораза тұтқанның сауабын алады. Неге? Ғалымдарымыз қарапайым математикамен түсіндіреді. 1 жылда 360 күн бар ма? Сіздің 30 күн оразаңыз бар, 6 күн Шәуәліңіз бар, 36 болды. Алла Тағала айтады, мен сауапты 10 есе жазам дейді. 36-ны 10-ға көбейтсеңіз 360 болады. Бірақ ғалымдарымыз бұл хадисті түсіндіріп айтады. Яғни бұл нәрсе мұсылманды жақсылыққа әдеттендіру болады. Егер кімде-кім Рамазан айынан кейін 6 күн оразаны тұтып болғаннан кейін жақсылықта тұрақсыз болса, о кісінің тұтқан оразасы да, істеген ғибадаты да жалған болыпты дейді.